Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Құрметті бауырлар, Алла Тағаланың біздерге берген үлкен бір хидаяты, жеңілдігімен Имам Науауи рахималлахтың Әл-Уафи деп аталатын 40 хадис жинақталған хадисінен, хадис кітабынан иншалла сабақтар бастаймыз. Бірінші хадис: Иннамал а'малу бинният. Бүкіл амалдар ниетке байланысты болады деген хадис. Бүкіл амалдардың, мұсылман адамның бүкіл амалдардың қабыл болуы үшін, Алланың алдында ол амалдың сауабы көруі үшін маңызды болған рүкіндер, шарттар бар. Мақсат етілетін, яғни сол амалда керекті болған, жасалуы керек болған кейбір рүкіндері болады, тіреулері. Ол ниет. Сол үшін де осы хадис кітабының бірінші хадисі ретінде ниет туралы хадиспен бастап атқаны, бұл хадис кітапты бірінші оқитын адам ниетті Алла үшін құрсын. Және де осы хадистен үйренген барлық амалдарына Алла үшін ниет құрсын деген мақсатта болса керек, бұл хадис кітабында Пайғамбар саллаллаху ниет туралы айтқан хадисмен бастап жатыр. Хадисті мүминдердің әмірі болған Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху жеткізеді. Ан амирул муминин Аби Хафс Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Мен Алла елшісінің, Пайғамбар саллаллаху былай деп айтқан естідім. Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имрин ма нава. Шындығында барлық амалдар пенденің ниетіне қарай болады. Пенде не нәрсеге ниет қылған болса, Алланың алдында сол ниетін көреді. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Кімде-кімнің хижреті Алла және оның елшісіне болған болса, онда оның хижреті Алла және оның елшісіне болады. Ол қалай? Бұл хадисте хижрет туралы айтылып отырған себебі, бұл хадис кейбір риуаяттарда Пайғамбар саллаллаху және оның сахабалары Мекке қаласынан Медине қаласына хижрет жасап жатқан кезінде айтылынған деген риуаяттар бар. Егерде кімде-кім сол хижретті Алла және елшісіне ұнау үшін хижрет жасаған болса, онда оның хижреті Аллаға ұнамды болған хижретпен хижрет етіп бара жатыр. Ертең қияметтің күнінде сол хижретінің сауабын көреді. Аллаға ұнамды болған ниет. ومن كانت هجرته. Егерде кімнің хижреті лиддунья юсибуха ау имратин янкихуха фахижратуху иля ма хаджара илейхи. Егерде кімде-кімнің хижреті дүниеге жету болатын болса, немесе бір әйелге неке қиюға болатын болса, онда оның хижреті сол ниет қылған нәрсесіне ғана болады. Онда ол оның ниетіне сауап берілмейді. Хижрет ниет қылған нәрсесі ғана болады. Әйел дүние ғана болады. Көрдіңіз ба? Сол үшін ниет амалдардың Аллаға ұнамды болуына себеп болатын ең маңызды нәрселерден. Бұл хадис көптеген хадис кітаптарында имам Бухаридің басқа да хадис күтубу ситтадағы сихақ болған, сенімді болған, сахих болған кітаптар, хадис жинақталған кітаптардың барлығында осы хадис келеді. Және де осы хадис туралы мына бір риуаят айта кетейін. Ибн Масуд радиаллаху анхудан жеткен бір риуаятта біздің бір арамызда кісі болған еді, ер кісі. Бұл кісіні жаңағы юқалу Умму Қайс. Умму Қайс деген әйел кісіге бір ер кісі барып некелесуге өтініш тастады дейді. Сөйтіп, жаңағы әйел кісі егерде хижрет жасайтын болсаң, Мекке қаласынан Медине қаласына хижрет жасайтын болсаң, үйленемін саған деген сөзі үшін, хижрет жасаған үшін сол ер кісіге хижрату Умму Қайс, яғни мухажир Умму Қайс, Умму Қайс үшін хижрет еткен кісі деген ат берілді дейді. Яғни әйел үшін хижрет етілді дейді ол кісі.
Осы хадиске байланысты айтылған риwayatтердің бірі еді. Енді хадиске түсініктеме беретін болсақ, иштирату ния. Бұл хадистен ғұламаларымыз бізге мынандай нәрселерді, маңызды болған нәрселерді алып берді. Бірінші, ниет амалда шарт етіледі. Яғни біздердің амалдарымыздың қабыл болуы үшін ниет шарт болған нәрселердің бірі. Иттафақал улама. Ғұламалар бір ауыздан келісілген нәрсе. على أن الأعمال الصادرة من المكلفين المؤمنين لا تصير معتبرة شرعا. Мүминнің жасаған амалдардың барлығы шариғи амалдар болып саналынбайды, ниет құрылмайынша Алла үшін деп. ولا يترتب ثوابه على فعلها إلا بالنية. Және де істеген амалына сауап алмайды, тек қана сауап алады ниеті дұрыс болған жағдайда. وَنِيَّةُ فِي الْعِبَادَةِ الْمَقْصُودَةِ. Шындығында ниет біздің амалдарымызда мақсат етілген нәрселерден. Кас-сала уал хаж уас саум. Мисалға намаз, ораза, қажылық сияқты амалдарымыздың барлығында ниет маңызды бір рүкіні. Фала тасиху илля биха. Соны, яғни намазымыздың бір бөлігі сияқты ішіндегі. Ва амма кана васила калауду уал ғусл. Бірақ дәрет, ғусл сияқты амалдарымызда бұл фарз етілмейді Ханафи мазхабында. Бірақ дәретте де, ғусылда да ниетті шарт еткен, шарт қылып қойған имамдар бар. Мысалы, имам Шафии сияқты мазхабтарда оларда осындай амалдардың өзінде ниеттің дұрыс болуын қадағалаған. Енді ниеттің уақыты және орны. Ниет қашан ниет етіледі амалымызға? Және де оның орны қай жер болады дейтін болса, уақыт ния аула ибада. Ниеттің уақыты ғибадатты бірінші бастап жатқан уақытымызда. Каттакбирул ихрам бис-сала. Мисалға намазға кіріп атқан кезінде біз ихрам такбирін аламыз. Қандай намазға ниет еткен болсақ, сол намазды айтып, мысалға Алла үшін ниет еттім, таң намазын фарзын өтемеуге. Аллаху акбар деп такбир алғанымыз сияқты, яғни ниет амалға бірінші кіретін уақытында болады. Түсінікті ғой, иә? Және де мисалға қажылыққа ниет ететін адам миқат болған жерге ихрамды киіп, сол жерде қайтеді, ихрамды киіп тұрып ниет етеді қажылық өтеуге. Ва амма саум фатакфа ния қабилаху ли уср мурақабат аль-фажр. Мисалға оразаға ниет еткен адам, жаңа таң намазының уақыты кірместен оразаға ниет етіп болу керек. Демек, ниеттің де уақытына мән берілу керек шариғатта. Және оның орны қай жер дейтін болса, ниеттің орны ол жүрек. Фала иштатилу аталафуду биха. Бірақ шариғатта ниетті тілмен айту шарт етілмейді. Валакин истахаббу ли исаатат лисан алқабул ала истихдаратиха. Бірақ тілмен айтып қою қандай амалды жасап атқандығымызда, сол амалдың маңыздылығын сезінуіміз үшін көмектесетін нәрселерден, яғни мустахаб болған нәрселерден, мүмкіншілігінше айтқанымыз дұрысырақ. Және де маңыз болған, көңіл бөлуіміз керек болған нәрселердің бірі, қандай амалға кіріп атқандығымызды біз ашықтап айтып кетуіміз керек болады. Ниетте де ниетті дұрыс құруымыз керек сол амалға. Мысалға, қазір шам намазына кіретін болсақ, асыр намазы деп ниет етіп қалатын болсақ, онда намазымыз дұрыс болмай қалады. Түсіндіңіз ғой, онда қайтадан ниет етуіміз керек болады. Сол амалға қайта кіруіміз керек болады. Егер де солай оқып бітіріп қойған болсақ, онда намазымыз дұрыс емес. Қайтадан шам намазына ниет еттім деп қайтадан намаз оқуымыз керек болады. Сол амалдың өзіне жеке ниет етілу керек. Ниет сол амалдың өзіне болу керек тек қана. Уджубул хижра. Және біз хадистен түсінген тағы бір маңызды нәрселердің бірі хижреттің міндеттілігі. Егер де Пайғамбар саллаллаху алейхи өміріне қарайтын болсақ, бұл хадистің айтылу уақыты да жаңағы Пайғамбар саллаллаху және оның қасындағы сахабалар Мекке кезеңінде мұсылмандарға, мұсылман еместер тарапынан беріліп жатқан үлкен қиыншылықтар, және де Пайғамбар саллаллаху негізгі вазифасы болған нәрсе дінді жеткізуге адамдарға кедергіліктің мұсылман еместер жағынан, яғни мушриктер жағынан көп, былайша айтқанда тосқауылға, қиыншылыққа ұшырауы мұсылмандарға хижрет жасауға Алла тарапынан әмір берілді.
яғни мұсылманшылықты жаюға мүмкіншілік беретін, мұсылман амалдарын ашық түрде жасауға мүмкіншілік беретін ортаға Алла тағала баруға кеңес берді, яғни бұйрық берді. Сол үшін де ғұламалар не дейді? Егерде біздердің қайсы біріміз мұсылман емес елде, исламның ешқандай бір мүмкіншілігін жасауға мүмкіншілік бермейтін ортада болса, ол адамның мүмкіншілігінше Алла тағаланың фарз еткен амалдарын орындауға мүмкіншілік беретін ортаға көшуіне міндеттейді. Сол нәрсеге шақырады. Және хадистен түсініп қалған нәрселеріміздің бірі, имамдарымыз, егерде амалда ниет қандай маңызды болған болса, ниет. Адам ниет етіп қойды, бірақ ол амалды жасай алмаса не болады? Дейтін болса, адам ниеті үшін ол амалды жасай алмаса да сауап алады. Өйткені пайғамбар басқа бір хадисте мұсылманның ниеті амалынан хайырлы дейді пайғамбар. Сол үшін де егерде мұсылман адам бір амалды жасаудан алдын ниет етті, бірақ жасай алмады белгілі себептермен, немесе өзірлі себептермен, ниеті үшін сауап алады иншалла. Хадистің соңында бұл хадис денедегі рух сияқты дейді ғалымдарымыз. Яғни денеде, адам денесінде рух қандай маңызды болатын болса, онда амалдағы ниетте сондай маңызды, амалдың қабыл болу үшін, Алланың алдында ол амалдың ескерілу үшін, сауап алуымыз үшін. Алла тағала естіп білгендерімізге амал етуге, амалдарымызда ықыласты болуды нәсіп қылсын. Аллахумма салли ала саййидина Мухаммад ва ала саййидина Мухаммад би рахматика.